Қазақтың сегіз қырлы бір сырлы деген аталы сөзіне дәлме-дәл келетін ұлт ұстазы атанған Ахмет Байтұрсынұлының әлі күнге табылмаған бірнеше еңбегі бар. Соның бірі «Мәдениет тарихы» деп аталатын кітабы. Естеріңізде болар, Ахмет Байтұрсынұлынан 40 мысал, маса, тіл құралы, оқу құралы, әдебиет танқыш деген құнды дүниелер қалған. Мәдениет тарихының да осылардай іргелі еңбек болғанына күмән жоқ. «Мәдениет тарихы» кітап болып басылып шыққанына Ахмет атамыздың жақын серіктерінің бірі болған, қазақ тілінде тұңғыш математика кітабын жазған Әлімхан Ермековтің жазбасы дәлел. Ермеков Ахмет Байтұрсынұлынан хат алғанын, хатта ахаң «Мәдениет тарихы» қолына тигенін, бір данасын Әлиханға Мәскеуге жібергенін, екінші данасын Қостанайдағы үйінде әйелі Бадрисафаның қызыл көрпесінің ішіне білінбейтіндей етіп тігіп қойғанын айтады. Алаштанушы ғалым Айгүл Исмақованың сөзінше, Байтұрсынұлы ұсталған соң Қостанайдағы кітапты екі қазанды беттестіріп, соның ішіне салып жерге көмген. Ал Мәскеуге жіберілген кітап Әлихан Бөкейханұлының досы Сергей Ольденбург деген ғалымның мұрагерлерінде болуы мүмкін. Өйткені Алаш көсемі тұтқындалғанда үйінде қалған кітаптардың бәрі Ольденбургке берілген екен. Көрпеге тігіліп, кейін жерге көмілді делінген және Мәскеуге Әлиханға жіберіліп, одан соң Ольденбургке өтуі мүмкін екен айтылған екі кітап табыла ма жоқ па белгісіз. Екеудің бірі табылса да, қазақ тарихы мен руханиятына, мәдениетіне қосылған зор үлес болар еді.